Сәлеметсіздер ме оқушылар? Отырыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымызда 23-ші сабағымыздың тақырыбы Европа халықтарының музыкалық дәстүрі. Сабақтың мақсаты әлем халықтарының музыкалық дәстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау. Европа халықтары неміс және Австрия халықтарының музыкалық дәстүрімен танысу. Бүгінгі сабақта білетіндеріңіз, Европа халықтарының музыкалық дәстүрі туралы үйренесіңдер. Европа халықтарына жататын неміс, Австрия елдерінің ұлттық киім үлгілері мен музыкалық аспап, ән және би өнерлерінің ұқсастығындағы айырмашылықтың ажырата білуді үйренесіңдер. Неміс халқының музыкалық аспаптары. Неміс халқы музыкалық өнерге өте бай халықтардың бірі болды. Музыкалық аспаптар неміс халқының тұрмыс салтына үлкен орын алады. Олар свирель, флейта, цимбал, арфа, ксилофон, барабан, скрипка, контрабас және тағы басқа аспаптар қолданылады. Неміс халқы қазір кең таралған ерекше 5 музыкалық аспап ойлап шығарған болды. Олар кларнет, гармон, елімен тартылатын гармон, альт флейтасы, туба. Туба аспаптары қолданылады. Неміс халқының өнерлерінің ішінде әндің орны ерекше. Әндердің түрі самамақтар, мазамақтамалар, әзіл, ойын, би және хор әндері болып бөлінеді. Олай болса, неміс әнін бәріміз бірге тыңдап көрейік балалар. Неміс халқының билері балалар тұрмыс салтпен тығыз байланысты болған. Олардың ішінде рейндлер мен фолька кең тараған балалар. Польшадан келген мазурка да сүйікті билердің бірі болады. Көреміз билерін? Мазурка да сүйікті билерінің бірі. Австрия халқының музыкалық аспаптарына мынандай аспаптар жатады болды. Цитара, барган, флюгельгорн, альпгорн болды. Австриялық өздеріне тән ерекше Тироль жерінде пайда болған йодль әндермен мақтанады болды. Йодль Тироль малшылардың әні дейді. Көреміз видео назарға тұрамыз бар. Осындай әндері бар. Австриялық шаруашылар демалыс күндері үнемі лендлер биін билегенде жақсы көрген екен. Бірақ талай заман өткенде лендлер биі балалар вальс биіне айналған. Сонымен вальс халықтың ең сүйікті билерінің бірі болған. Яғни вальсен дейді. Неміс тілінде аударған кезде айландыру деген неміс сөзінден шыққан балалар.
Al endi o'quvchilar, bugungi sabaqda qanchalikda tushunganlaringizni bayqalov maqsadida sizlarga bir topshirma bo'ldi. Mana hozir sabaq bo'yicha kitoblar bor oldimda men. Hozir sabaq bo'yicha sizlarga mana kartochkalar berib, sizlar bu kartochkalarga javob topib olib, odan keyin menga so'rovlarga javob berib, kartochka bo'yicha mana bizga nemis xalqi, Avstriya xalqi, qay xalqqa qay asbab, ultuq asbablarga kiradi. So'ng hozir o'zlaring mana top bo'yicha kimlarga berib, mana kitoblarim bor. Bugungi sabaqda taqriban tushungan shiqarsizlar. Tez arada bolalar, tez arada bir minut vaqt sizlarga izlab kitobdan aytgan taqriban o'tgan taqribatda esda qolgan ishlar beramiz. Tez arada qisqa nusxa o'qib tapamiz. Havalar kimdayım? Birinchi to'pdan boshlab, bolalar. Tez arada, tez. Kelin, bir-birdan qanday haqi? Bu xalqim degan asbab. Avstriya xalqi. Al, tez. Avstriya. Hayda. Kelesi bolalar. Taqimdayım. Bu yermen tablaqi garmon, nemis xalqini ustozi. Yermen tablaqi garmon. Молодец. Nemis xalqi. Tez. Kelesi bolalar, kelesi. Tez. Alt fleytası. Молодец. Tez. Qanaqada? Nemis xalqi ya. Tez, kelesi. Kelesi. Fleyta nemis xalqini asbabı. Молодец. Jarasınlar bolalar. Kelesi. Молодец, жарайсың. Nemis xalqini asbabı. Bu nemis xalqinin sirel fleytası. Sirel fleytası. Nemis xalqi. Kelesi. Mana o'z qatorda. Keling. Bu kontrabas nemis xalqinin. Nemis xalqi. Kelinglar. Kelesi. Bu Nemis xalqinin tuba asbabı. Kelesi. bu sizlar Avstriya Avstriya xalqi. xalqinin. Kelesi. Bu Siyopya nemis xalqinin. Slavno. Kelesi. Buna bolalar, buna o'z qatorning bolalari. Nemis xalqi. Kel. Sen. Bu skripka nemis xalqi. Nemis xalqi. Kelesi. Avstriya xalqinin. Kelesi. Nemis xalqinin. Kelesi. So'nggi tez. Flügengol. Avstriya xalqi. Al bolalar, jeriklikda. Mana bugungi o'tgan qana taqdirimiz barimizga tushunibdi qo'y bolalar. Barimizga tushunadi. Mana kitob bo'yicha uyga topshirma. Uyga topshirma. Mana so'rovlarga javob topib, javobni uyda kelasi sabaqqa kelib mana ko'rsatasiz. Tushunibdimi barisi bolalar?